Ассалаумағалейкум Қазақстан фермерлері, менің атым Қуанышбек. Яғни біз Талдықорғанға келіп отырмыз. Шардара қаласынан 1200 шақырым жүріп отырмыз. 1200. Төлепбек ағамыздың керемет осындай Қытайдан алған сепаратор мен насоздармен қазір сіздерге толық түсіндіріп өтетін боламыз ағайын. Ассалаумағалейкум аға, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Есімім Тілеубек болады, Жетісу облысы Көксу ауданы Балпық биде тұрамын. Шылаушын мен айналысқалы 2018-ден бері айналысып келе жатырмыз. Енді осы барыста мына навозды ферментация жасауға көп күш керек болды да, мынау осы аппарат арқылы енді жеңілдетілген жолын тауып отырмыз. Бұл машинканың аты не аға? Бұның аты сепаратор. Сепаратор ма? Өзіңіз істеп шығардыңыз ба? Жоқ, Қытайдан алдырдым заказбен. Қытайдан? Бұның характеристикасын айтып жіберсеңіз аға. Бұның Қытайдан қайсы несін алдыңыз именно? Бәрін алдырдым. Мынада енді мына жерде мотор, мынау 7-5 киловаттық мотор міне. 7-5. Мына жерде редактор тұрады, мынау 90-дығы. Енді мына жерде мына тұрған мына сандықтар, мынаның ішіндегі недер, бірақ державика қаттанбайтын. Сондайдан алдырдым. Қазір қосып көрсетейік. Насос қосамыз. Насосды қалай қосады? Насос уже істевады, да? То есть мына бочкадан, үлкен бочкадан шлангілер арқылы осы насос күшменен осы жаққа келіп төгілетін болады. Оны обрабатывать етіп, мына жақтан сухой қылып шығара береді. Бұның суы қайқа кетіп отыр аға? Су ада жерде жағын бар, қазір ар жақта ма? Астына шлангымен су кететін шланг екен. Навозды осы мөлшерде шықылдату керек, су араластырып. Осындай болғанда насосқа да күш түспейді, жұмыс өнімділігі тез болады. То есть су көп болу керек енді, араластырып тұру керек. Көбірек болса су. Насосға жеңілдік болады яғни. Насосқа жеңіл болады. Мынаның ішінде қазір не бар именно? Қане көң бар, та не бар? Бұда көң мен су ғой сол. Көң мен су ма? Жылқы мен сиырдың тезегі енді шыққан, қорадан енді шығарған. Соны әкелеміз де, біраз суға еземіз, насостан жүретін ел. Содан кейін аппарат қайдап береді, аппарат мынандай шығарады. Енді мына жерде мынаның бұлғалдығы 20-30%. 20-30% да ылғалдығы? Осындай мына төмен температурада да бұл температура болып, мына өскөз қыза береді. Бұны шылаушынға қай уақытта беруге болады? Шылаушынға енді осыдан шыққаннан кейін бір 5-10 күн былай қойып қойып. 5-10 күн ба? 5-10 күн мөлшерінде мен алдында бергенім солай болды. 5-10 күн 12 күн мөлшерінде шылаушын жеп жатыр. Адаптация, то есть сразу беруге болады, бірақ адаптациясы 5-10 күнді уақыт алады. Мөлшер енді сол мөлшерде кірді, енді ар жағынан қайрeden еғанда шылаушындар кіре бастаған. Ар жақта ма? Анау, сосын бұл күніге қанша куб өндіріп шығаруға болады бұны? Бұл сағатына бұнандай таза өңдеп шығарғанда сағатына 3 куб деп берген. Сағатына 3 куб, е? Тоқтамай жұмыс жасаған. Бұған негізі осы аппаратқа қанша адам жұмыс істеген абзал? Бұған енді мысалы қазір мен уақытша қойып отырмын, бұған бұнандай ямы керек навоз сөйт. Үлкен ба? Енді 1-2, 3-2 солай. Солай болса бұған бір адам жеткілікті. Гол! Мынада насоспен қазір біз мына аппараттың мына үстіңгі нелерін орнатқан жоқпыз. Мынаны орнатқаннан кейін несі бұл? Мына қақпақ. Бұлай қойғаннан кейін мынау толып кететін болса қайтадан обратно кете береді. То есть қарап отырмайды да өзімен өзі? Керемет. Бұны қолдан істедіңіз ба бұны? Крышканы или қалай? Жоқ, крышка бәрі сол заводтан келді. Заводтан келді ма? Бұл дәл осы станокты қанша теңгеге алдыңыз? Бұл келуімен 1,5 миллион теңге болды ма? 1 миллион, 1,5 миллион ма? Қашан алдыңыз бұны? Бұл бір ай, 1,5 ай болды келді. 1 ай, 1,5. Осы биогумус өндіру мақсатта алдыңыз ба? Иә, енді жұмыс жеңілдету үшін бізге. Керемет екен ағайындар, міне 1,5 миллион теңгеге осындай керемет. То есть бұған уже ферментация керек емес. Ферментация тез болады ғой бұл енді.
Мысалы, навоздың өзі болса, оған бір ай, тез болғанда 2 айдай уақыт кетеді. Енді мынада навоз міне өзі бір күннен кейін температура көтеріле береді. 10 күн, 15 күн мөлшерінде дайындап алуға болады. Шылаушынға беретін. То есть бұяға навоздан судан басқа ешнәрсе қосылмайды. Қосылмайды, иә. Су ғана қосылады. Керемет екен ағайындар міне. Онда жаңа ғана шылаушындарыңызды көрсек аға, өтіп атқан. Мынау бірінші бергеніміз, қазір шылаушындар осыда жүрмін. Бірінші бергеніңіз, иә? Иә. Қанша уақыт болды бұған? Бұған енді бір 15-20 күн болды, бірақ кіргеніне сол 12-ші күн дегенде кірді ғой шылаушындар бұған міне. Қазір күн салқын болғаннан кейін бетін жауып қойғанбыз міне. Бұда толып жүр қазір. Толып жүр екен, күшті екен. Мына жақта вообще көп екен ғой, ә? Олар әлі, үлкендері де бар екен, ішінде бәрі арық па десем. Үлкендері де бар екен. Бәрі екі қабат екен ғой. Мынау биіктігі қанша қылатсыз аға бұның? Борттың биіктігін? Бұл қазір 20-да 30 мөлшерінде. 20-да 30 ба? Иә, мынау енді бергеннен кейін көп көтермедім. Енді мына жақтарда қысқа дайындап, 40-та 50 мөлшерінде көтеріп саламыз. The show starts in. Навоз проблема емес пе сіздерде? Жоқ, бізде мына біздің ауылда негізі бордақшылық көп ұстайды. Навоз көп бізде. Керемет екен ағайындар, мына Бангелдегі сепаратордан ағатын су осындай қоймаға келеді. Мынау аға жерге сіңіп кете ма или истай? Сіңбейді, бұны тартып төгіп салу керек. То есть үлкен машинамен, иә? Иә. Бұның иісі көп тұра ма или қалай болады бұның? Иісі енді азын-аулақ иіс болады енді, қатты емес. Көршілеріңіз ешнәрсе демей ма? Жоқ, көршілер ештеңе айтпайды. Керемет екен. Алдың күні тастадыңыз, иә? Иә, алдың күні тастадым. Мынада қазір 60 градус бар. Бу шығып жатыр ағайындар. Өзімен-өзі ферменттесе жүріп жатыр мынада міне. Енді бір-екі аударсақ 1 жетіден кейін, содан кейін бұл то есть уже дайын болады. Дайын болады. Мынаның мына жақтарына шылаушы кіре бастаған. Мына жерлерде бірде-екілеп жайлап. Мынау жүр ғой. Иә, мен. Шылаушындар енді мынаған киіп жатыр бетін. Шөпті қаншадан аласыз аға прессін? Шөп 300 теңгеден алдық, бидайдың. Бидайдікі 300 теңгеден, иә? Қанша пресс алған едіңіз аға? Әкеп бере мойсақ или қалай болады бұлардың условиялары? Әкеп береді, иә. 300 теңгеден үйге әкеп береді екен, иә? Бидайдікі. 200 пресс. 200 пресс. Қытайда қазір мына органикалық тыңайтқыштарды мемлекет, өкімет қатты қолдап жатыр да, содан кейін осындай мына навоз өңдейтін, осындай шығатын аппараттар өте көп шығып жатыр. Мынаны тура сол сиыр жылқы тезегін арнап шығарған аппарат. Бұның енді барысы мына жерде мына сеткі болады мынандай. Мына сеткіде державика мынау. Қаттамайды, шірімейді. Су осыдан сығылады, астыға кетеді де навоз алдыға шығады. Керемет ойлаған екен. Бұның тағы да басқа түрлері бар ма жоқ па дәл осындай аппараттардың? Осы гөң дейтін. Мынау енді қазір мен істетіп отырған мына орташа түрі. Мынадан енді кішіректері бар. Сағатына 1 күп шығаратын. Енді мен өзім ойладым да 1 күп шығаратын ол жұмысы біраз уақыт көп алады. Дедім де сол орташасын алдым. Мынау енді сағатына сол 3 күп шығарады. Бұдан да үлкендері бар. 10, 15, 20 күп шығаратындар бар ма? Бар, 20 күп шығаратындар да. Олардың примерно бағасы қаншадан аға? Олардың бағасы енді 3 миллион, 4 миллионға кетіп бар. 4 миллион. Жолмен үшін 5 миллионға дейін барады? Соған барады. Бұл тоқ қандай? 220-ға ма или 380? 380 ба? Навозды осы мөлшерде сұрпылдату керек, су араластырып. Осындай болғанда насоскада күш түспейді, жұмыс өнімділігі тез болады. То есть су көп болу керек екен, араластырып тұру керек. Көбірек болса су. Насосға жеңілдік болады яғни. Насосқа жеңіл болады. Енді қолмен салған мандымайды да, насос тез айдайды. Қолмен салсаңыз уақыт көп кетеді, жұмыс қол. Бір адам қолын байлайды ғой. Насос болса, жаңағыдай бетін жауып қойып салса, өзімен өзі жұмыс істеп тұра береді.
Қазақстандағы верме фермерлерге навоз жайлы бір ауыз сөз айтып кетсеңіз, Қытайдың навоздарының бағасы қандай, ояқта тапшылықтары қандай, жете ма жетпей ма қазақстандыкімен салыстырсақ қандай болады аға? Енді Қытайда өңделмеген свежий навоздың өзінің тоннасы 60-70 мың теңгеге сатып алады. Ол жерде шылауышын асырайтындар, сондай навоз өңдеп компост жасайтындар. Биогумустың бағасы қаншадан ояқта Қытайда? Таза биогумустың бағасы тоннасы біздің ақшамен 120-130 мың теңге айналасында болады. Тоннасы, я? То есть бізде 70 мың теңге болса, ояқта 120 мың теңге, я? Сондай тұрады. Сондай бола ма? Керемет екен. Мынау сепаратор туралы айтып жіберсеңіз аға, бұл енді бұл сепаратордың көп бөлім құрылыстары нержавейкадан жасалған, таттанбайтын. Ішінде сыртында ана сеткілері бәрі нержавейкадан жасалған, бұл таттанбайды. Енді мына малдың сідігінде қышқыл көп болғаннан кейін жай темірлер болса, бұл тез шіріп кетеді. Біз заводтан көріп, төте байланыс жасап, осындай жақсынан алдырып отырмыз. Бұны сіздер алып сатарлардан аласыздар ма, или қайықтан аласыздар? Жоқ, біз тіке заводпен байланыс жасап, заводтан алып отырмыз. Заводтан алған екен, осындай 1,5 миллион теңгеден айналып жатыр, иә? Енді жолы қымбат болып тұр да, бұның жолының өзіне 5-600 мың теңге кетіп тұр қазір. Енді жолы қазіргі кезде бері шығатын пойыз тоқтап қалған, тек КАМАЗдармен шығып жатыр да, содан кейін жол қымбат болып тұр. КАМАЗдар жол қымбат. Примерно Қытайдағы бағасы 1 миллион, жолы 500 мың, 1,5 миллион бола ма сонда? Солай болады. Енді қазір КАМАЗбен келсе, сол 1,6 миллион сол мөлшерде келу керек. 600 мың. Уже қымбаттап отыр жолдың ақысы. Солай болып отыр. Керемет екен. Тағы да Қазақстан верме фермерлеріне не айтасыз аға? Енді бастап жатқан адамдарға. Енді бастаған кісілер алған беттеріңізден қайтпаңыздар, істеріңізге береке берсін. Бұда енді таза органикалық тыңайтқыш қазір дүние жүзінде сұраныс күшті. Бұған ешқашан ешкім қарсы не айтпайтын нәрсе. Жасай беріңіздер, көбейте беріңіздер. Осындай аппарат керек болса айтыңыздар. Үлкен кішісі бар, алдырып береміз. Тауып береміз, көмектесеміз дейсіз ғой. Содан кейін ертең мысалы запчасына бірдеңесі кетіп басса, заводтан алғаннан кейін соны қайтадан алдырып отыруға болады. Запчастарын Қытайдан, иә? Запчастарын. Керемет екен ағай. Сеткілердің ішінден айданатын недерін бәрін алдырып отыруға болады. Сағатына 4-5 куб шығарады. Сағатына 4-5 куб илеп шығаратын сепаратор қолдан істелген, иә? Ұзындығы қанша метр мынаның? Бұл 1,50. 1,50, иә? Сеткісі размер қандай? Сеткі 4-түк сеткі. 4-түк па? 4-түк. Мынау бесеуеткімен істеген екенсіз, иә? Иә. Керемет екен, мынау дөңгелектерін сваркілеп, тура айналдыратын қылып. Мына жақта моторы бар, яғни осыны айналдырып отыратын болады сепараторды. Включатель бар. Бұл не аға? Дайын биогумус, әлі еленген жоқ. Еленген жоқ па? Иә. Қашан елейсіз аға бұны? Бұл енді бір жеті 10 күннен кейін елейміз. Шылаушын бар ма жоқ па ішінде? Шылаушын аздап бар. Қалып кеткен кокындар ма? Иә, қалып кеткендер. Міне Қазақстан верме фермерлері өздеріңіз көріп отырғандай ағамыз толық сепаратормен таныстырып өтті. Яғни баға жағын қалай қолдану керек екенін, бір күнде 30 кубты шығаратын керемет сепаратор бар жоғы 1,5 миллион теңге болады ағайын. Сосын барып бұған компост істеудің керек жоқ. Ондай болса ағайын, видеоролик ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазылып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Біздің туымыз кез келген өңірде осылай жалбырап тұра берсін Қазақстан елі. Ассалаумағалейкум Қазақстан верме фермерлері, міне бүгін біз Талдықорған қаласына келіп, керемет ғимараттарды сізге бір-екі ғимаратты көрсететін боламыз. Драм театр біздің артымызда тұрған керемет дизайн, сосын бар. Осы тұрған керемет ғимарат, яғни Талдықорған облысындағы бассейні, международный жарыстар өтетін үлкен ғимарат Қазақстан бойынша ағайындар. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I, yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's
cause of you.